массаж жасамастан бұрын бірінші осындай таза мақталармен, осындай таза баттен дискі деп атаймыз. Бірінші балалардың манағы бізге керек аймақтар мына баланың иегі және маңдайы, көзінің асты, мұрнының асты, яғни ернің асты. Осы жерлердің барлығын біз мақтамен бірінші толықтай тазартып аламыз. Яғни бұл тазарту барысында біз қазір біздің қолымызды бірінші жуып алғаннан кейін міндетті түрде осылай таза мақтамен баланың барлық жиналған бөлшектерді мына мықтың осы тұсына, яғни осы нүктеге жинаймыз. Яғни мына иектен осылай қарай алып, мына құлақтың нүктесіне жинақтаймыз. Яғни барлық нүкте осы жерге келіп жинақталу керек. Осы иектен кейін міндетті түрде мына маңдайымыздан былай қарай тағы да құлақтың нүктесіне келіп тоғысу керек. Және соңғысында, және осылайынан бізде мұрынның астынан осылай қисығынан алып, мұрынның жаңағы құлақтың тиісу керек. Және осы жерде міне мұрынның асты, яғни ернің үсті болады, осы жерлерді міндетті түрде алып тазалаймыз. Яғни тазалау барысында осы жерден алынған сызықтарды осы құлақтың нүктесіне тоғыстырамыз. Осылай тазалай аламыз. Мына мойынның астарын бір сүртіп шығамыз, яғни осылай мойынның астарын бір сүртіп алғаннан кейін бір сүртіп аламыз барлығын. Осылай қозғалыспен жасаймыз. Барынша балалардың бет терісі мыжырайып кетпеу үшін. Сіздерде мысалы көбіне детский крем деп айтуға болады. Енді мен детский крем алған жоқпын, себебі сіңілімнің беті проблемный кожа болғаннан кейін біз өзіміздің қолданатын Hotway кремімізді пайдаланамыз. Ал сіздің балаларыңызға барынша детский кремдерді жағуға болады. Тұрамыз. Осылай кремді алып, жай жеңіл қозғалыспен осылай иектің астына былайынан біріншіден жинаймыз. Барлығын осы құлақтың нүктесіне келіп жинақтаймыз. Баланың терісі өте жұмсақ болғаннан кейін балаларда тез мыжыраю деген секілді неше түрлі нелер болуы мүмкін, факторлар болуы мүмкін. Сол себептен барлық баланың бетіндегі жай кремдерді, яғни жеңіл қозғалыспен осылайынша массажбен жинақтаймыз. Мысалы 1, 2, 3, 4 аптасына бұл жаттығулар 2 рет немесе 3 рет жасалынады. Келесі бізде жаңа көрсеткенде мына мұрынның асты, яғни мұрынның астан былай қарай тағы да құлақтың түйісетін орнына жинақтаймыз. Жай движениемен. Балаға барынша көзін жұмып қою отыруын сұраймыз, себебі балаға көзіне крем деген секілді жағып кетуі мүмкін. Сол себептен баланың көзін барынша жұмып күйде ұстаймыз. Келесі бізде мына иекті, енді біз осы жерде қарасаңыздар, осы иекті ұстай отырып, былайынан астына түсіру арқылы баланың иегін осылайынша қозғаймыз. Бұл баланың тілі шықпай жүрген балалардың барынша несіне көмектеседі, сөйлеуіне өте жақсы үлес қосады. Осылайынша жай қозғалыспен жасаймыз. Қатты қозғалыспен жасап, баланың терісін, яғни жыртып алмауымыз керек. Неге мен жыртып алмауымыз керек дедім, себебі баланың беті өте нәзік, одноразовый пакет деп айтаймыз ғой, сондай болады. Сол себептен барынша баланың бетін осылайынша жайынан осылай қозғалыспен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі бізде мұрынның асты, яғни мұрынның асты мен еріннің осындай ерінді жерден былай қозғалыста жасаймыз. Яғни бұл манағы еріннің, яғни дауыстың дұрыс шығуына үлкен үлес қосады дәл осындай жаттығулар. Келесі бізде енді жаңа айта өткенде мына иекті жасадық, еріннің астын, мұрынның астын істедік. Ендігіде бізде мына маңдайымыздағы кремдерімізді осылайынан жай қозғалыста алып, бірінші қолымызға жинақтап алғаннан кейін осылайынша бірінші құлақтың нүктесіне жинақтаймыз.